жастарға бару керек, бірақ енді қазір заманда қиын болып жатыр ғой енді. Ата-аналар қорқып жатыр, негізі барған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ сонда да сақ болған дұрыс та енді. Бір Құдайға тапсырамыз, барып қайтсын. Отан алдында борыш қой, әр еркектің. Өз ватанына қызмет істемесе қаяққа істейді ол. Мен ешкімге әскерге барғым келеді, өйткені әскерде таза мықты болып шығасың. Таза ерін мінезі келесің. Және салмақты болсын. Барлық осы жасөспірімнің бәрі, 18-ге толған жасөспірімнің бәрі өз отан алдындағы борышын өтеуге міндетті. Жақында ғана мен оқыдым, бара сала 5 күннен кейін қайтыс болды, 18 жасар, 10 жас болды. Шынында да бұл әскердегі жаңағы бақылаудың өте төмендігі деп есептеймін. Бақылаудың төмен. Ана жерде офицерлер тұратын болса, өзінің жұмысын атқаратын болса, ондай жағдайға бармаған болар. Қорқпай бару керек, өйткені бұл ел мен жер бізге аманат. Өйткені біз қорғау керекпіз. Егер біз бұл елдің жігіттері әлсіз болса, басқа елдің нелері көз тігуі мүмкін. Отан қорғау керек, отанымыз енді жастар қорғамаса кім қорғайды? Енді олар біздің келешегіміз ғой, енді солар бармаса, ол қалай болады ғой? Болмайды ғой. Армияға барып, басқаша болып, қайтыс болып кетіп жатқандар бар. Енді ол уақытында көреміз, негізі жіберген дұрыс, өйткені жігіттік, ер мінез қалыптасады деп ойлаймын, патриоттық сезім. Баланың өзі еркі ғой, егер барғысы келсе жіберем, барғысы келмесе енді арғыры өзі қарай жатады. Көп қой қазір неше түрлі жағдайлар естіп қорқамыз шынымен. Ол жалғыз мен емес. Бүкіл кәрі адамдардан сұраш, балдары, немерелері барлардан бәрі қорқады. Қорқатын нәрсе емес, ешқандай әр азаматтың баратын нәрсесі ғой. Кез келген еркек адам бару керек қой. Барғымыз келеді, 18-ге толған жоқпыз әлі. Қазір ойда жоқ баруға. Барған дұрыс, өмірді үйреніп келеді, ата-ананың қадірін түсінеді. Главное сол. Сейчас армия, не армия, вот когда был Советский Союз, тогда была армия армией. Сейчас нет, армия не учит ничему, она калечит. Если человек в себе уверен, он никогда не даст себя в обиду. Армия дает образованность, она учит. Бірақ қазір дұрыс емес болып жатыр ғой, жоғарыдағылар болсын, басқа жердегілер болсын. Көп өлім болып жатыр, не болып жатыр, сол жағынан ғой, қорқып жатқан бәрін. Так негізі барған дұрыс қой, бәріміздің әкелеріміз бәріміз барып өсті ғой. Бізде оқу үстіндеміз ғой, қазір 1 жыл қалды. Соны бітіріп болғаннан кейін шақырса, если қарсы емеспіз. Әскерге бару керек. Мүмкіндік болып жатса, отан алды борышты өтеу керек қой. Өзім апарып тастаймын. Өзім военныймын, әкеліп шықса военный болсын орда. Әркім қорықпай баласын жібермесе кім қорғайды Қазақстан?